Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және бүгінгі хабарымыздың көрермендері. Сіздер бүгін біздің ең үздік оқушы деген сұхбат хабарына келіп отырсыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың кейіпкері нөмір 65-ші мектеп гимназиясы 2-ші Н сынып оқушысы Литвиненко Игнат. Игнат. Игнат, халың қалай? Көңіл күйің қалай сенің бүгін? Халың қалай? Жақсы. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Жақсы. Біз бүгін Игнатпен сұхбат өткіземіз, яғни осы күнге дейін біз өтіп жатқан тақырыптар бойынша Игнаттың білімін тексеріп, сұхбаттасатын боламыз, иә? Игнат, сенің жасың нешеде? Мен 9 жастасың, иә, Игнат. Сен нешінші сыныпта оқисың? 2-ші сыныпта оқимын. Жарайсың, Игнат біздің 2-ші сыныпта оқиды. Игнат, бізге отбасың туралы айтып берші. Мен 2 ұлдан. Отбасында неше адам бар сен? 2 адам. Анам ой, Игнат істеуі. Жақсы. Сенің күн тәртібің қандай? Күн тәртібің? Асықпа. Жетіге тамын біз тазам. Айным. Тағы не істейсің? Бақбашаққа барамын. Содан кейін не істейсің? Амын. Түскі тамақ ішемін. Содан кейін не істейсің? Мектепке келесің. Содан мектепте не істейсің сен? Сабақ оқимын. Сөйтіп? Үйге барамын. Кешкі тамақ ішемін. Сабаққа дайындаймын, ұйықтаймын. Сабаққа дайындаласың, сосын барып ұйықтайсың, иә? Керемет. Жақсы. Енді маған айтып берші, анам қандай асын әзірін дайындайды? Бауыр, сопан, қара-құмық. Қара-құмыққа дейін дайындап бере ме анам? Не деген керемет сосын? Потом бешбармақ. Бешбармақ та жейсің ба? Не деген керемет сосын? Сорпасын жейсің ба? Сорпасын да жейсің. Тағы да? Болды ма? Болды. Жақсы, анасы қандай керемет, иә? Игнат, қазір бізде қыс мезгілі. Қыста қандай киімдер киесің сен? Басыңнан бастай қойшы. Басыңнан баста. Басқа не киесің? Бас киемін. Киемін. Күрте киеді екенсің, иә, куртка дейміз. Жейде. Жейде киеді екен. Шалбар. Шалбар киеді екен. Ботинки. Ботинки киіп алады екенсің, иә? Болды ма? Қолыңа не киесің? Қолғап. Малақай. Басыңа малақай киіп аласың ба? Дұрыс. Енді бізге айтып берші, сенің туған күнің қашан? Оны қалай өткізесің сен? 205. 205 ба? 25-ші? 25-ші ақпанда туған күні келе жатыр екен, иә? Ал қалай мерекелейсің, тойлайсың туған күнді? Не істейсіңдер үйде? Талам, бешбармақ топ.
туған күнге тағы анаң бешбармақ дайындап бере ма? Иә. Иә, қонақтар келе ма? Иә. Қонақтар келеді. Саған не береді олар? Сыйлық. Сыйлық бере ма? Сыйлық. Сыйлықтар береді екен, иә. Игнат, бізге енді бар ғой. Сен достарың туралы айтып берші. Достарың көп па? Олар кімдер? Достар. Абдулхайыр. Абдулхайыр екен досы. И Тайыр. Тайыр екен, иә, досы. Жақсы. Енді мектеп туралы айтайық, иә? Сен оқып жатқан мектебің қандай? Ой. Үлкен. Үлкен екен. Неше қабатты мектебің? Үш. 3 қабатты екен. Я, мектебіңде не бар сенің? Асхана, кітапхана, сынып. Сосын не бар? Компьютер. Компьютерлер бар, иә? Біз қайда отырмыз қазір? Кітапхана. Кітапхана нешінші қабатта? Үш қабатта. Ал асхана нешінші қабатта бізде? Бірінші қабатта. Ай, жарайсың, иә? Бір қошемет деп қояды, иә? Енді осы сен үлкен мектебіңе қандай оқу құралдарын әкелесің? Бәпке. Кітап. Қаламын. Сүзгіш. Өшігіш. Оның бәрін қайда саласың? Осы ұштағыш, өшіргіш, қалам, кітап бәрін қайда саласың? Сөмке. Сөмкеге салады екен, иә? Қай пәнді ұнатасың, Игнат, сен? Қай пән ұнайды саған? Қай пәндерді сүйіп отырсың? Пән. Иә, предмет. Пән. Қазақ тілі, орыс тілі. Қазақ тілі, орыс тілі ұнатады екен, иә? Жарайсың. Енді, Игнат, мен саған тақтадан қазір тапсырма көрсетемін, иә? Соны бір байқайық көрейік, жақсы ма? Қазір. Жерде мұндай тапсырма саған беріледі. Бұл не? Және қандай? Біз бұның барлығын бірінші сыныпта өттік. Осы екінші сыныпта да өттік. Енді сен бізге айт, бұл не? Және оның түсі қандай? Бұл не? Иә, айта ғой. Қына шақырамыз. Есіңе түсіре қой, Игнат. Морковь, қазақша қалай еді? Сәбіз. Иә, сәбіздің түсі қандай ал айта қой бізге? Қызыл сары. Дұрыс па балалар? Қызыл сары дейді. Иә. Бұл не? Капуста, қазақша, орам, жапырақ. Оның түсі қандай? Жасыл. Мынау. Қызыл. Иә, оның түсі қандай? Қызыл. Мынау не? Картоп. Картоп, оның түсі қандай? Қоңыр. Қоңыр дейді. Мынау не? Кия. Жасыл. Түсі жасыл екен. Жақсы. Бұлар бізде не болып саналады? Біз өттік, иә? Көкөністер және жемістер. Бұлардың барлығы не бізде? Көкөністер. Жарайсың. Енді кетті. Бұл не? Алма. Алма. Түсі қандай? Қызыл. Алдама қандай еді алманың дәмі? Тәтті, иә? Вкусный же, да? Ал қарай кеттік. Бұл не? Алма. Алма. Оның түсі қандай? Түсі? Сары. Ал мынау не? Қазақша біз бірінші сыныпта өттік, иә? Жүзім. Түсі қандай? Фиолетовый еді. Қазақша қалай аудардық біз? Сен білетін едің ғой? Көк.
тәуелдік жалғауларын өтіп жатырмыз, иә? Менің, сенің, сіздің, оның деп меншіктік мағына үйреніп жатырмыз. Қандай сөзді айтамыз? Мысалы, мынау не? Қалам. Енді осыны маған тәуелдеп берші. Қалай болады? Менің қаламым. Сосын? Сенің қаламың. Сосын? Сіздің қаламыңыз. Қаламыңыз. Оның ал сыныптастары дұрыс па? Барлығы? Дұрыс жауап. Тағы бар. Игнат, біздің бүгінгі сұхбатқа келіп, сырласқаныңа көптен көп рахмет. Сабағыңды жақсы оқып, мұғалімдерің мен анаңды қуанта бер дейміз. Және балалар, біз бүгінгі күн осы естелік болсын деп, Игнатқа мынадай шағын естелікті алайық. Бұл мынандай лента ең үздік оқушы 2023 жыл Литвиненко Игнат. Игнат, қош келдіңіз. Шапалақтайсыз. Үйге барып анаңа көрсетесің. Жақсы. Осымен, құрметті біздің бүгінгі хабарға қатысушылар, Игнатпен біздің ең үздік оқушы атанған оқушымызбен сұхбатымыз аяқталды. Келіп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.